Мен Жұмабаева Гүлхан Абдрахманқызы, Алаш ұлттық патриоттық партиясының еңбекші қазақ ауданы бойынша белсенді топ төрағасы. Кез келген өркениетті елде полиция халық қорғаны. Полиция жүйені емес халықты қорғайды. Біздің елде басқа көрініс. Сөйте тұра билік халық арасында полиция беделін көтергісі келеді. Жемқорлықты жоямыз деп жалақыларын көбейтеді. Киім үлгісін ауыстырып, шартты қысқартады. Алайда баяғы жартас сол жартас. Өзгеріс жоқ. Полиция қорғаушы орган емес, жазалаушы органға айналды. Бізге Грузия мен Украинадағыдай реформа керек. Билік үшін емес, халық үшін жасалуы керек. Біздің мақсат жолды полиция қызметкерлерінен тазарту керек. Полицияның арты таза болса, қоғам ілгерілейді. Жалақыларын арттырып, жемқорлықпен көзге түскендерді қатаң жазалау керек. Ел боламын десеңіз, бесігіңді түзе. Алаш партиясы.